сары май мен сгущенкадан крем жасаймыз. Ол үшін сіздердің алған сары майларыңыздың сапасы жақсы, яғни 82%, және де бөлме температурасында тұрған біраз жұмсақ сары май болу керек. Оны бірінші миксерлеп аламыз осылай. Бір 5-10 минуттай миксерлейміз. Осылай ағарады. Одан кейін сгущенкамызды бір қасықтан саламыз басында. Ол сгущенкаларыңыздың да температурасы осы майдыкімен шамалас болу керек. Егер суық болса, не болмаса, одан басқа болса, онда кремдеріңіз бұзылып кетеді. Сондықтан екеуінің температурасы бірдей болғанын қадағалаңыздар. Сосын тағы бір қасығын салып миксерлеп аламыз. Осылай бір қасықтан, одан кейін осылай ақырын азан салып миксерлеп берсеңіздер болады. Осы міне бір банкаларыңыз біткенше миксерлейсіздер. Сонда кремдеріңіз біркелкі, ешқандай түйіршіксіз жақсы болып шығады. Міне қою креміміз дайын. Енді осылай қалдырсаңыздар да болады кез келген тортқа ішіне. Не болмаса мен мына жерде какао қостым, шоколадный қылып істеу үшін. Бір 2-3 қасық какао қосып, осылай миксерлеп жібереміз. Сонда міне осындай шоколадный крем болып шығады. Жасап көріңіздер.